Ойынша байғазы деген қандай дәстүр? Байғазы дегеніміз жалпы адамдардың әр жаңа зат алғанда беретін сыйақы, сыйлық десек болады. Жақсы, рахмет. Қазақтың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлерін білесіз бе? Мен қазақтың салт дәстүрлеріне мен айтатын болсам, мысалы жас нәресте дүниеге келген кезде ол балаға енді қуанып, құтты болсын айтып, ағайын туған туыстары, нағашылары бәсіре береді. Ол бәсіре дегеніміз жаңа мал атайды. Сосын өсе келе сол малдың бәсіресін баласына береді. Міне бұл да бір қазақтың салт дәстүрі. Бұл қазір күшіне еніп, жақсы біздің салт дәстүрлерімізді. Мұғалім, шілдехана дегеніміз қандай дәстүр? Шілдехана деген жаңа туылған дүниеге келген баланың құрметіне жасалатын той. Мұғалім, тұсаукесер дегеніміз қандай дәстүр? Тұсаукесер дәстүрі сәби дүниеге келгеннен кейінгі жасалатын екінші дәстүр, яғни сәби қас тұрғаннан бастап жүріп кетсін деген ниетте жасалады. Бұл дәстүрдің негізгі ырымын айта берсек өте көп, яғни қас тұрғаннан кейін жасалатын дәстүр деп айттық қой. Енді ол жаңа өмірге деген қадамы нық болсын, сүрінбесін, шалынбасын деп ауыл ақсақалдарына, азамат пен азаматшаға кестіріледі. Ала жіп дайындалады, ала жіппен баланың тұсауын кеседі. Жақсы, үлкен рахмет. Сен өзіңнің жеті атанды білесің бе? Білем, жеті атан білмеген ұят ол. Онда өзіңнің жеті атанды атап берші. Ахмет, Асқар, Нұртілеу, Асылжан,